Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін білім тексеру сынағының алдыңғы жылғы химия 8 класс пәнін қарайтын боламыз. Ал енді бірінші сұрақты бастайық. Which of the following statements is true about periodic table? Яғни, астында берілген ақпараттардың қайсысы период таблицасы туралы шынайы деп тұр. Бірінші ақпарат. Elements in the periodic table are arranged in order of increasing neutron number in elements. Яғни, таблицадағы элементтер нейтрондардың өсуі бойынша орналасады. Бұл бізде, мысалға мына жерде бізде нейтрон деп тұр. Бізде таблицадағы элементтер протондардың өсуі бойынша, яғни атом сандарының өсуі бойынша орналасады. Яғни бірінші стейтмент бұл бізде false болып саналады. Енді екінші стейтмент. Elements in the same periods have similar chemical properties. Яғни бір периодтағы элементтер бірдей химиялық қасиеттер бар деп тұр. Бұл ақпарат бізде жалған болып саналады. Өйткені химиялық таблицада бірдей қасиеттер тек қана группаға байланысты болады. Мысалға, бірінші группадағы элементтердің қасиеттері бір-біріне ұқсас, екінші группадағы элементтердің қасиеттері бір-біріне ұқсас. Сол үшін екінші стейтменті бұл бізде false болып саналады. Сонда бірінші сұрақтың жауабы бұл бізде D. Екінші сұрақ. What do elements in the same group of the periodic table have in common? Яғни, бірінші группадағы элементтердің қандай ортақ қасиеттері бар? А вариант. The same number of electron shells. Яғни, число оболочек. Мысалға, әр периодта өзінің число оболочек болады. Мысалға, ортада мына жерде бізде бір осындай ядро болса, оның ішінде протон, нейтрон, ал сыртында уже электрон жүретін осындай бірінші оболочек, және оның сыртында тағы да осындай екінші оболочек болады. Бұл бізде әр периодтардың өсуіне қарай байланысты. Егерде бірінші периодта тұрса, онда бізде сыртында бір оболочек болады, ал екінші периодта тұрса, сыртында екі оболочек болады деген сияқты. Сол үшін бізде А варианты ол бізде сәйкес келмейді. Және де Б вариант. The same number of valence electrons. Яғни число валентных электронов. Бұл бізде яғни сәйкес келетін болады. Өйткені бізде бір период таблицада, яғни периодтық таблицада осылай жүрген үшін олардың валенс электрондары яғни бірдей болады. Сол үшін бізде В жауап келеді. The same atomic number. Яғни атом номерлері. Бізде период таблицада, яғни бірінші группадағы элементтерде атом номерлері, яғни ешқайсысында бірдей болмайды. Сол үшін С вариант бұл бізде сәйкес келмейді. Және де Д вариант. The same atomic mass. Жоқ, өйткені әр atomic number өскен сайын олардың atomic масстары да өсе береді. Сол үшін Д вариант бізде тоже сәйкес келмейді. Сонда жауабы Б. Ал енді үшінші сұрақ. Which of the following statements about group 18 elements is true? Яғни 18 группадағы элементтер туралы қай стейтмент бізде дұрыс деп тұр? 18 группадағы элементтер бұл бізде бәрі благородный газдар. Яғни благородный газдар, олардың қасиеттері, яғни бірінші вариантқа қарайық. Олар өте реактивный деп тұр. Бұл керісінше қарама-қарсы, өйткені благородный газдар почти ешқандай реакцияға түспейтін болады. Сол үшін А бізде сәйкес келмейді. They have full outermost electron shells. Яғни полный внешние оболочки. Яғни Б вариант бұл бізде келеді. Өйткені 18 группадағы элементтер әр оболочек оларда толық толтырылған болады. Сонда жауабы Б. Енді С вариантқа қарайық. They easily form positive ions. Яғни олар олардан ионды пайда қылу оңай дейді. Жоқ, өйткені благородный газдарға оларды ионды беру, ионды алу қажет емес. Д вариант. They are all liquids at room temperature. Яғни олар
комнатный температурада әрдайым жидкий деп тұр. Жоқ, благородный газдар комнатный температурада әрдайым газ күйінде болады. Element sodium is highly reactive with water. Which of the following elements would exhibit similar chemical properties? Яғни бізде натриймен қасиеті ұқсас элементті қайсы деп сұрап тұр. Мен жаңа айтқандай, элементтердің қасиеттілігі ол бізде әр группада бірдей болады. Мысалға, бірінші группадағы элементтердің қасиеттері бірдей болады, екінші группадағы элементтердің қасиеті бірдей болады. Енді біз қазір вариантты қарап көрейік. Поташиум, калий, яғни калий ол бізде тура натрийдің астында орналасқан. Сол үшін оның chemical properties натриймен бірдей болады. Сол үшін жауап А. Басқа варианттарды қарайық. Магнезиум, магний ол бізде екінші группада орналасқан. Сол үшін ол бізде properties натриймен ол бірдей болмайды. Сульфур, сульфур бізде не металл. Сол үшін оның қасиеттері натрийге вообще ұқсамайды, мүлдем ұқсамайды. Алюминий, металл ол 13-ші группада орналасқан. Сол үшін бұл да бізде келмейді. Сонда жауабы ол бізде А. Which of the given elements in the periodic table is expected to have non-metallic properties? Яғни бізде таблицада берілген мына элементтердің қайсысы бейметалл қасиетін иеленеді. Енді біз қазір таблицаны ашайық. Міне, таблицаға қарайтын болсақ, біз былай жазсақ болады. Водород және де бор осылай бізде яғни металл және бейметалдар болып бөлінеді. Таблицаның осы беті бізде металдар болса, ал мына беті бізде бейметалдар. Енді қарайтын болсақ, бізде В, X және Y олар бізде металда орналасқан. Ал Z бізде тек қана Z ғана бейметалда орналасқан. Сонда бізде жауабы Z болады. Ал енді 6-шы сұрақ. Which of the following compounds is expected to have ionic bonds? Яғни бізде берілген варианттардағы заттардың қайсысы ионный связь бола алады дейді. Ионный связь деген, яғни ionic bonds деген, бұл бізде металл және нон-металдың қосындысы. Металл және нон-металл. Енді А вариантына қарайық. Бізде водород, хайдрожен, бұл бізде нон-металл. И және де оксиген, ол тоже нон-металл. Ал нон-металлмен нон-металл қосылса, бұл бізде ковалентный связь болып кетеді. Және де Б вариант. Кальций бізде металл, ал хлор бізде нон-металл. Сол үшін бізде сәйкес келетін болса Б вариант. С вариантты қарайтын болсақ, С бізде тоже нон-металл, ал оксиген бізде тоже нон-металл. С бізде тоже келмейді. Д вариант. Мына жерде тоже углерод бізде нон-металл, ал водород тоже нон-металл, сол үшін Д вариант тоже келмейді. Ал енді 7-ші сұрақ. A lattice structure where ions are held together by strong electrostatic forces in a rigid arrangement is. Яғни, жесткая структурасы электростатическими силами. Бізде бұл жерде керек сөз, бұл бізде ион сөзі. А вариантын қарайық. Ионный решетка. Бұл келет. Өйткені ионный решетка деген бұл бізде катиондар, яғни заряды плюс атом. Және де аниондар, заряды минус атомдар. Олардың арасында бір-біріне тартылыс күші болады. Сол үшін ол өте мықты электростатик, яғни күші сол жерде пайда болады. Бұл вариант. Covalent network lattice. Бұл бізде келмейді. Олар өйткені связьдің басқа түріне жатады. Сол үшін біз бұл вариантты жасаймыз. Яғни БСД олар бізде связьдің басқа түрлері. Бізде 7-ші сұрақтың жауабы А. What is the term used to describe a substance that dissolves in water? Яғни, суда ерімейтін затты қалай сипаттауға болады?
Солут деген бұл бізде еритін зат. Яғни солут бізде ерит. Ал солвент деген бұл бізде еріткіш зат. Мысалға алатын болсақ, суға біз қант салсақ, су қантты ерітіп жібереді, және де бізде сироп пайда болады. Solution деген бұл мысалға сол қосылған қант пен судың қосындысы сияқты. Бізде соңында пайда болған сироп, ол бізде solutionға жатады. Және де insoluble. Insoluble деген бұл бізге берілген сұраққа, яғни қарама-қарсы, яғни ерімейді деп тұр. Ал бізде яғни бізде еритін затты көрсететін вариант, ол бізде тек қана А. Which of the following, енді 9 сұрақ. Which of the following statements are correct for covalent bonds? Яғни бізде екі стейтмент берілген. Біріншісі, electrons are shared between two atoms in covalent bonds. Яғни электроны общие. Бұл бізде дұрыс болып саналады, өйткені ковалент связда бізде, мысалға алатын болсақ, бізде ионный связь бар, яғни ионный связь, ионик және ковалент связь бар. Ионный связь деген бұл жерде бізде атомдар бір-бірімен электрондарды бөліседі. Мысалға, бірінші атом екінші атомға бір электрон беруі мүмкін, ал басқа связьда ол мысалға екі электрон алуы мүмкін. Осындай мысал. Ал ковалент дегеніміз, бұл жерде бізде элементтер бір-біріне электрон бермейді, керісінше сол электронды олар бір-бірімен бөлісіп алады. Яғни олар сол бар электронды бір-біріне бөлісіп алады, бір-бірінен тартып алмайды. Сол үшін бізде бірінші стейтмент бұл бізде дұрыс болып саналады. A covalent bond is formed between non-metal elements. Яғни бізде қазір айтып тұр. Яғни ковалентный связь ол бізде бейметалдардан тұрады деп тұр. Бұл бізде дұрыс. Өйткені мен жаңа айтқандай, ковалентный связь деген бұл бізде екі бейметалдың қосындысы. Сол үшін бізде екі стейтменті дұрыс саналады. Сонда жауабы бізде С. Which of the following statement is correct about elements in the same period? Яғни бірдей периодтағы элементтер туралы қай стейтмент бізде дұрыс деп тұр? А вариант. They have the same number of valence electrons. Яғни бір периодтағы элементтер, оларда бірдей валенс электрон болады деп тұр. Бұл бізде яғни дұрыс емес, өйткені олар бізде солдан осылай оңға қарай өсетін болады. Сол үшін бұл бізде дұрыс емес. Б вариант. They have the same number of electron shells. Яғни олар бірдей электрон оболочкаларын қамтиды. Бұл дұрыс. Яғни өйткені бір периодтағы элементтер, мысалға, бәрінде бірдей оболочка болады. Бірінші периодтағы элементтердің бәрінде бірдей оболочка, екінші периодтағы элементтердің бәрінде бірдей оболочка болады. Сол үшін бізде Б варианты келеді. They belong to the same group. Яғни олардың группалары бірдей деп тұр. Жоқ, бұл бізде дұрыс емес, өйткені бізде группалар осылай вертикальны болған үшін олар яғни әртүрлі группада орналасады. Сол үшін С вариант бізде келмейді. They have identical chemical properties. Яғни олар идентичный химический свойства болады деп тұр. Жоқ, олардың яғни chemical properties, химический свойстволары металдан газға дейін ауысады. Сол үшін Д бізде келмейді. Он бірінші сұрақ. Which of the following substance is considered insoluble in water?
яғни бізде астында берілген заттардың қайсысы суда ерімейді? А вариант қант. Қант ол бізде суда ериді. Сонда бізде суда ерігенде сол үшін бізде сироп пайда болатын болады. Сонда А вариант бізде келмейді. Б вариант тұз. Тұз да бізде суда ериді. Суда ериді. Сол үшін Б вариант бізде келмейді. Чалк. Чалк деген бұл бізде яғни бор. Бордың құрамы ол бізде кальций СО3. Яғни бұл көбінесе бор бізде суға салғанда ерімейді. Өйткені сол кезде біз борды суға салғанда сол судың түсі ауысып және де бор до конца ерімей судың ішіне қалып кетеді. Сонда бізде бор яғни судың ішіне ерімейтін зат. Және де алкоголь, яғни этанол. Этанол ол бізде суға қандай пропорцияда салсаң да яғни еріп бір-бірімен араласып кете береді. Енді 12-ші сұрақ. Which of the following graphs correctly represents the solubility of a typical solid in water as temperature increases? Яғни, температура өскен сайын бізде ерігіштік қалай өзгереді деп жатыр. А вариантты қарайтын болсақ, яғни бізде температура осылайынан өсіп жатыр, ал бізде осылайынан ерігіштік те өсіп жатыр. Бұл бізде дұрыс болып саналады. Өйткені температура өскен сайын любой заттың ерігіштігі жоғарылай береді. Одан кейін Б вариант. Б вариантта қарайтын болсақ, температура өскен сайын заттың ерігіштігі керісінше азайып барады. Яғни менің айтқаныма бұл қарама-қарсы болып тұр. Мысалға біз мұздай суға қантты салатын болсақ, мұз суы, ол бізге ерімейді. Типа сол сияқты мысалдар. Сол үшін бізде ол керісінше қарама-қарсы болып саналады. Одан кейін С варианты. Яғни температура өсті, бірақ бізде ерігіштік өзгеріп жатқан жоқ. Бұл бізде өтірік болып саналады. Өйткені температура өскен кезде сол заттың ерігіштігі хотя бы кішкене болсын өзгеру керек. С вариант бізде келмейді. Және де Д вариант. Яғни бұл жерде температура өскен сайын сол заттың ерігіштігі де әртүрлі болып жатыр. Яғни бұл бізде келмейді. Өйткені температура өзгеріп жатқан кезде сол заттың ерігіштігі тек қана өсе береді. Яғни тек қана осылай өсе беру керек. Сол үшін бізде Д келмейді. Сонда жауабы А. Ал енді 10-ші сұрақ. Consider the electron shell diagrams below which combination of elements will form a covalent compound. Яғни бізде осы X, Y және Z элементтерінің қайсысы бізде ковалентный связь бола алады. Мен айтқандай ковалентный связь деген ол бізде бейметал мен бейметалдың қосындысы. Енді элемент X-ті қарайтын болсақ, элемент X-ті бізде қазір общий 9 электрон бар. Сонда 9 электроны бар зат, ол бізде таблицаны қарайтын болсақ, 9 электрон, ол бізде мына жерде фторға келіп тұр. Яғни фтор деген ол бізде бейметал. Ал енді келесі 9 және де фтор. Ал енді қарайтын болсақ, мына жерде бізде 15 электрон бар. 15 электрон бар деген сөз, значит, олда 15 протон бар деген сөз. Бізде 15 протон бар болса, ол бізде фосфор. Фосфор бізде олда, яғни бейметалға жатады, яғни нон-метал. Элемент С. Бізде мына жерде барлығы 20 электрон бар. Ал 20 электрон ол бізде таблицада кальцийға сәйкес келеді. Кальцийда бізде 20 электрон бар. Ал енді сонда бізде жауап, яғни X пен Y-ті, яғни X пен Y-ды қосқанда ғана бізде ковалентный связь болады. Сонда жауабы А. What happens to the activity of the 1A group elements as you move down the group? Яғни бірінші группадағы элементтердің активності қалай өзгереді? Егер де ол, яғни үстінен астына қарай жүре берсе. Варианттарды қарайық. Бірінші вариант ол ұлғаяды деп тұр. Егер де бізде, яғни әр периодтағы период бойынша олар, яғни элементтердің
активності бізде жоғарылай береді. Мысалға, бірінші периодта бізде натрий элементі болса, яғни то есть екінші периодта бізде натрий элементі болса, тура соның астында бізде калий, яғни калий бар, дұрыс па? Және де сонда, значит, бізде әр, яғни электронный оболочка қосылған сайын бізде элементтің активності жоғарылай береді. Жауабы А. Бұл азаяды, яғни біздің жаңағы айтқанымызға бұл қарама қарсы болып тұр. Келмейді. Олар бірде болады. Ол да келмейді. Және де әртүрлі деген ол да келмейді. Сонда бізде жауабы А. Which of the given elements has the highest electronegativity? Яғни бізде берілген элементтердің қайсысы электроотрицательності көп болады? Бізде, яғни бізде периодный таблицада ең көп электроактивность ол бізде фторда болып саналады. Яғни сонда біз осы таблицаға қарап, қай элемент бізде фторға ең жақын, значит сол элементтің электроотрицательності көп болып саналады. Мысалға, мына жерде углерод тұрса, азоттың электроотрицательності сол углеродтан қарағанда көбірек, өйткені азот бізде фторға ең жақын тұр. Ал енді задачаға қарайтын болсақ, бізде X және де мынау W элементтері ол бізде металл. Яғни оларды мүлде қоспасақ болады. Ал міне мына жерде тұрған фтордың тура жанында бізде Y элемент бар, және де Z элемент бар. Бұлай қарайтын болсақ, Y бізде фторға ең жақын болып саналады. Сол үшін 15-тің жауабы бізде Y. Яғни және де 16-шы сұрақ. Почему why does helium not form chemical compounds under normal conditions? Яғни былайша қарайтын болсақ, почему гелий не реагирует? А вариант қарайық. It has one electron. Бұл бізде өтірік, өйткені бізде гелийде 2 электрон болады. Б вариант. It has a completely filled outermost electron shell. Яғни гелийде бізде полный оболочка бар. Мен айтқанда гелий ол бізде таблицаның 18-ші группасында тұратындықтан, және сол үшін оның электронный оболочкасы полный толған. Сол үшін бізде Б варианты дұрыс болып саналады. It reacts only with metals. Яғни тек қана металдармен реакцияға түседі деп тұр. Бұл бізде жалған. Себебі мен айттым, благородный газдар бізде почти ешқандай затпен реакцияға түспейді. Сол үшін С бізде тоже келмейді. It's a solid at room temperature. Жоқ, бұл бізде келмейді, өйткені гелий бізде благородный газ, ал благородный газдар комнатный температурада олар газообразный болады. Сол үшін Д бізде тоже келмейді. Сол үшін 16-ның жауабы бізде Б. Енді 17-ші сұрақ. How do the properties of elements change across the period from left to right in the periodic table? Яғни, солдан оңға қарай бір периодтағы таблицалар қалай өзгереді деп тұр. Варианттарды қарайық. Яғни, А варианты, олар более металлический болып келеді деп айтып жатыр. Жоқ, керісінше, бізде осылай оңнан солға қарай болса, бізде элементтердің металлический свойствосы өседі. Сол үшін А вариант бізде келмейді. Б вариант. Elements have decreasing group number. Яғни, олардың группасы азаяды деп жатыр. Мысалға, осылай жүрген сайын олардың группасы азаяды. Бұл бізде жалған, өйткені бізде мына жерде бірінші группа болса, осылай 2, 3, 4 деген сияқты олар кете береді. Керісінше ол өсіп жатыр. Сол үшін бізде бұл вариант келмейді. С вариант. Elements become less reactive. Олар, яғни элементтер аз реактивный болып келеді, яғни көп затпен реакцияға түспейді деп жатыр. Бұл да жалған ақпарат болады, себебі сол заттың, яғни реакцияға түсуі ол бізде
периодқа байланысты және яғни яғни өтірік, өйткені бізде бұл керісінше осылайынан өсетін болады. Яғни керісінше бізде осылайынан өседі. Бізде соңғы жағындағы мына осы благородный газдар олар өте реактивный болып келеді. Реактивный болып келеді. Яғни бізде ол ұлғайып жатса, ал С вариантта бізде азаяды деп жатыр. С вариант тоже келмейді. The number of valence electrons remains the same. Валентный электроны, яғни олар валентный электрондар бірдей, яғни не деп жатыр? Бірдей деп жатыр валентный электрондар. Негізі олар өсетін болып саналады, бірақ именно бізде берілген осы жауаптардың арасында Д варианты ғана бізде логичный болып келеді. Өйткені осы жердегі элементтер олардың көбісі переходный болып келеді. Сол үшін бізде 17 Д. Және де енді 18 сұрақ. Element X doesn't conduct electricity. In which position of the periodic table could element X be found? Яғни бізде бұл жерде ток өткізбейтін элементті сұрап тұр. Бізде таблицада берілген металдардың бәрі ток өткізеді. Ал бейметалдардың ешқайсысы ток өткізбейді. Бірақ графиттен басқа. Бізде графит ол бізде ток өткізе алады. Яғни графиттен басқа бейметалдардың бәрі ток өткізе алмайды. Енді А вариант. At the bottom of group 1. Яғни бірінші группаның астындағы элементтер. Бірінші группадағы элементтер, олардың көбісі бізде щелочный элементтер. Яғни олардың бәрі бізде металл болып саналады. Сол үшін бізде А вариант келмейді. Және де Б вариант. At the top of group 17. Яғни 17-ші группаның үстінде. 17-ші группаның үсті, яғни 17-ші группа деген ол бізде бейметалдардың группасы. Яғни бейметалдар болған үшін, яғни бізде осы В варианты сәйкес келеді. Өйткені мен жаңа айтқандай бейметалдар ток өткізе алмайды. At the top of group 1. Яғни бірінші группаның үстінде деп тұр. Бұл бізде тоже сәйкес келмейді. Және де Д. In the transition elements. Яғни элементтердің тасымал, яғни металдар бойынша, яғни Д элементтер туралы айтып жатыр. Бұл бізде тоже келмейді. Сонда жауап Б. The diagram below shows the... Ал енді 19 сұрақ. The diagram below shows the position of elements. Y, W, X, Y, and Z in the periodic table. Яғни біз осы қазір берілген картаға біз анализ жасайтын боламыз. Which statement about the properties of the given elements is correct? Яғни бізде берілген варианттардың қайсысы дұрыс? V is more active than W. Яғни бізде V W-дан көп активный деп тұр. Бұл бізде сәйкес келмейді. Өйткені мен айтқандай, осылай периодный таблицадан төменге қарай түскен сайын, сол заттың активності да жоғарылай береді. Ал бізде таблицада V бізде осы 3-ші периодта тұрса, ал W бізде 4-ші периодта тұр. Сол үшін А келмейді. Және де Б вариант. V, W, X and Y conduct electricity. Олар, яғни осы элементтер, олар бізде ток өткізеді деп жатыр. Яғни бәрі ток өткізеді деп жатыр. Бізде мына жерде тек V, W, X қана, осылар ғана бізде ток өткізе алады. Ал Y ол бізде бейметалдарда тұр. Сол үшін ол бізде ток өткізбейді. Сол үшін V бізде сәйкес келмейді. С вариант. Z ол бізде, яғни твердый деп тұр. Яғни комнатный температурада твердый деп тұр. Жоқ, өйткені
18-ші группа, яғни соңғы группа, ол бізде благородный газдар. Олар бізде газообразный болады. Сол үшін С бізде тоже келмейді. Енді Д вариант. Бізде Y, яғни Z-дан қарағанда, яғни не деп тұр? Реактивный деп тұр. Z бұл бізде инертный газ, ал Y бізде ол галоген. Ал сол үшін Y, яғни галоген, сол инертный газдан қарағанда көп активный болып саналады. Сол үшін ответ Д. Ал енді соңғы сұрақ. Oxygen gas has a formula O2. Which of the following is a correct dot diagram showing the bonding in oxygen? Outer shells of electrons on are shown. Яғни бізде осы жердегі қай кислородтың связі ол бізде дұрыс деп тұр. Бізде кислородқа 6 электрон керек. Яғни кислородта 6 электрон бар. Және де оған тағы 2 электрон керек болады. Өйткені ол бізде 8-ге жету керек. Значит, бізде каждый атом общий копилкаға 2 электронын береді. Яғни общий 4 электрон. А вариантқа қарайтын болсақ, бізде мына жерде тек 2 электрон бар. Сәйкес келмейді. В вариант бұл да тоже А вариантына ұқсас. В вариант бізде тоже сәйкес келмейді. Және де С варианты. С варианты сәйкес келеді, бірақ егер де біз санайтын болсақ, бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни бұл жерде көбейіп кеткен. Сол үшін С варианты бізде сәйкес келмейді. Ал енді Д вариантына қарайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни осы бір атомда бізде 8 электрон болу керек. Ал бәрін санайтын болсақ, бізде общий 8 шығады. Сол үшін бізде Д варианты келеді. Осымен бітті. 3-ші бітіс. Барлықтарыңызға сәттілік. Сау болыңыздар.